Сәлем жас достар, бүгін мен сіздерге үшінші заңым туралы айтпақпын. Мен табиғаттың терең сырларын ұғынуға тырысып, ұзақ жылдар бойы бақылаулар жасадым. Bir күні мен қозғалыс туралы ойландым. Егер бір дене екіншісіне әсер етсе, не болады? Мен үстел үстіндегі екі арбашаны серіппемен жалғадым. Біреуін итеріп қалғанда, екіншісі қарама-қарсы бағытта қозғала бастады. Сол сәтте мен байқадым, бұл күштердің өзара әрекеттесуі. Содан мен былай дедім: әрбір әрекетке шамасы жағынан тең және бағыты бойынша қарама-қарсы әрекет жасалады. Математикалық түрде бұл былай жазылады: F күш тең минус F күшке. Яғни, егер бір дене екіншісіне күш түсірсе, екіншісі де оған дәл сондай күшпен тек қарама-қарсы бағытта жауап береді. Мен бұл заңды тек зертханада емес, табиғаттың өзінен де көрдім. Қайықта отырған адам ескекті судың артына itергенде, су да оны алға жылжытады. Құс ауаға қанатын қағып төмен қарай itергенде, ауа оны жоғары көтереді. Адам қабырғаға итерсе, қабырға да дәл сондай күшпен оны кері итереді. Ал ракета төменге отынды шашқанда, ол жоғары қарай қозғалады. Бұл заң табиғаттағы тепе-теңдік пен қозғалыстың үйлесімін көрсетеді. Ешбір күш жалғыз әсер етпейді, әрбір әрекеттің серігі бар. Мен өз тәжірибем арқылы түсіндім, күштер табиғаттағы тіл. Олар өзара сөйлеседі. Бірі итерсе, екіншісі жауап береді. Осылайша әлемдегі тепе-теңдік сақталады. Табиғаттың ұлы заңы өзара әрекет пен жауап. Бұл менің үшінші заңымның мәні.